Барлықтарыңа сәлем. Бүгін қазақша әдемі шрифттерді қайдан және оны қалай капкутқа қосу керегін үйренеміз. Мысалы, осы шрифттің орнында осындай шрифт тұрса ыңғайсыз емес пе? Ендеше бастайық. Ол үшін бізге Telegram және CapCut приложениесі қажет. Телеграмға кіріп, поискқа қазақша әріптер деп жазамыз. Осы тұрған бірінші каналға кіреміз. Ең жақсы қазақша шрифттарды осы Telegram каналдан ұсынамын. Себебі бұл каналда қазақша әрі жіңішке немесе жуан шрифттар да бар. Дәл осы Telegram каналдың ссылкасын описаниеге қалдырып кетемін. Ендеше қалай CapCutқа жүктейтінін бастайық. Өзімізге керек шрифттерді іздейміз. Екі немесе одан да көп шрифттерді жүктеуге болады. Байқасаңыздар, бірнеше блогерлар қалың жуан шрифттерді қолданады. Сондай шрифттер көзге жақсы көрінеді. Ал егер шоқынтуға болса, жіңішке әрі қисық шрифттер таңдаған жөн. Мысалы, өзіме жіңішкелеу шрифт таңдаймын. Таңдаған шрифтіміздің ссылкасында төбесінде 3 точка болады. Үш точканы басқан кезде сарайынсыз загрузки дегенді басамыз. Файлға сақталады. Ссылканың атын жұптап аламыз. Сосын CapCutқа кіріп, керек видео, фотоны таңдап аламыз. Астындағы текст батырмасын басып, текстті добавить етеміз. Өздеріңізге керек текстті жазып алған соң, шрифты батырмасын басамыз. Осы жерден жылжытамыз. Добавить шрифт сөзін басамыз. Плюс батырмасын басып, файлға кіреміз. Егер файлыңыз толып іздей алмасаңыз, жоғарыдағы іздеу батырмасын басыңыз. Осы жерге ссылканың атын жазамыз. Мысалы, осылай. Небәрі 207 кбайт алады. Егер файлдың атын ұмытып қалсаңыз, уақытына қарап таба аласыз. Файлдың үстін басқаннан кейін шрифт CapCutта добавить етіледі. Сіз қалаған қазақша шрифт дайын. Егер ұнаған керек шрифттерді осы жерге қосып қойсаңыз болады. Осымен қазақша шрифт туралы видео аяқталды. Сонымен қатар келесі видеода қалай осылай жазуға тутор болады. Сондықтан тіркеліп видеоны сақтап алыңыздар. Осымен тутор аяқталды. Назарларыңызға рахмет.